Сәлем, Хамеге. Бұл видео сабақлықты көруден алдын Зембермес блогымдағы фронтенд үшін жазып өткен. Блогларды бірқатар оқып шығуыңыз түсінсетемен. Көріп тұрғаныңыздай. Фронтенд үшін арнап HTML, CSS һәм JavaScript түсіндіріп бірқанша блоглар жазған едім. Бүгін сол блогларда үйреткен, түсіндірген темалардан пайдаланып, JavaScript, HTML һәм CSS жәрдемінде веб көріністегі калькулятор жаратамыз. Калькулятор не екенін білсеңіз керек. Компьютердің өзінде де калькулятор деген десктоп әп бар. Оны рус тілінде настольное приложение деп айтады. Қарақшасына жұмыс столының программасы деп айтсақ болады. Calculator деп іздесеңіз шығарып береді. Корейшесіне кесанги делінеді. Енді тап осы калькулятордың веб приложение, яғни веб программасы сатында қалай жаратуды бүгін үйренеміз. Калькулятордың тикарғы 4 дана функциясы бар. Қосу, алу, көбейту һәм бөлу. Сол функцияларды сізбен бірге үйренген control flow, яғни программаны жүргізу логикасы һәм functions деген темаларды да бірге қолданып, практикада жазып көреміз бірге кодпенен. Бірінші қылатын қадам шаг бұл HTML документ жарату. Бірінші HTML. Алдында айтып өткен едім, HTML бұл веб-сайттың ұйытқысы. Ол жайды салудан алдын жайдың планын түзіп, фундаментін құрғанға ұқсайды. Екінші қадамымыз бұл сол CSS, сол HTML документке CSS пенен аз-маз безеу беру. Бірақ бұл рет CSS пенен қалай безеу беру керек екенлігін бірме-бір түсіндіріп отырмаймын. CSS пенен көп істегенім үшін жақсы түсіндіре алмауым мүмкін. Земберместегі блогларымда да айтқан едім, CSS пенен көбінесе UX, UI, дизайнерлер, паблишер деген мамалар шұғылданады. Фронт-энд девелоперларда істесуі мүмкін. Мен бірақ CSS кодты көп істеспеген үшін біраз түсіндіруге қиналамын. Бұл рет CSS кодты бөлек файл менен үйлестіріп беремін. Үшінші қадам бұл JavaScript менен код жазу. Окей. Енді проектіміз үшін папка жаратайық. Visual Studio Code'ды ашамыз. Visual Studio Code. Окей. Бірінші сыртта папка жаратып алайық. Сіздермен бірге жарататын веб-сайт проектілерді бір папкаға салып қадағалауды алып баруды мақұл көрдім. Соның үшін tutorials деген папка жараттым. Сол папканың ішінде өткенде бірге жаратқан қалпақ милли киімдерін киіп түскен қыздарымыздың фотоларын жәмлеп істеген бір дана веб-сайт, бір бетінде барады веб-сайтымыздың проекті да тұр. Сол жерге мен және бір рет таза папка жаратып, атын калькулятор деп аламын. Visual Studio Code программамызды ашамыз һәм жаңа жаратып өткен калькулятор папкамызды Visual Studio Code программамыздың ішінен ашамыз. Окей. Open folder. Открыть папку. Неке бар. Select folder. Окей. Көріп тұрғаныңыздай, жаңа жаратқан калькулятор деген папкамыз Visual Studio Code'дың ішінде ашылды. Енді бұның ішіне біздер файл, 3 дана файл пайда етеміз, жаратамыз. Қандай файлар екенін білетін шығарсыз. Басасақ, index.html. Және бір файл бұл style CSS, кейінгісі script.js. Окей. Index.html документімізді ашып, сол жерге калькуляторымыздың HTML структурасын жазып бастаймыз. Алдыңғы видеода HTML документті қалай жазу керектігі хақында түсіндірген едім. Теглардан пайдаланып жазамыз. Яғни тег. Бүгін қайсы тег не зат үшін керектігін түсіндірмеймін. Егер сол хақында да үйренгіңіз келсе, алдыңғы бірінші видео сабақты көріп шығуыңызды ұсынсетемін. Демек, HTML код жазып бастайық. Бірінші документіміз HTML екенін
белгілеп, HTML tag менен кейін head бөлімі бізерге керек. Head бөліміне көбінесе title-ымызды жазсақ, яғни біздердің HTML документіміздің тақырыбы аты calculator, инглишелеп жазатпан. Кейін не керек болуы мүмкін. Тайтлға және алдыңғыда біздер style sheet, яғни style CSS-ымызды HTML документімізге байланыстырған едік. Қазір соны жазып өтеміз. Href style CSS, окей. Қазірше болады. HTML документіміздің бас бөліміне документіміздің аты һәм документіміз оқитын CSS документ, яғни кейін body тарифы, яғни тикарғы бөлімі. Осы тикарғы бөлімге біздер контейнер жаратамыз. Контейнерді көбінесе div деген HTML тегпенен жаратады. Сол жерге калькулятор деп классымызды белгілеп өтіп кетейік. Класс деген атрибуттың не екенін білетін шығарсыз. Сол жерге біздер код жазамыз. Код жазамыз. Қазірше жазбай тұрамыз. Мына бұл. Азымен бұл код емес, бұл коммент. Документімізде егер біздерге өзіміз үшін бір мағлұмат жазып кетпекші болсақ, яки коды түсіндіріп жазып кетпекші болсақ, көбінесе сондай комменттан пайдаланады. Бұл код емес. Бұл тек просто заметкаға ұқсайды. Сол жерге мен код жазаман деп белгілеп кеттім. Бұл код емес. Компьютер бұны код сипатында тән алмайды, оқымайды. Кейін, divтан кейін JavaScript документімізді тұтастыруымыз керек, байланыстыруымыз керек HTML документімізге, соның үшін script.js. Окей. Қазірше документіміз даяр болды. Қазірше болады, бірақ елі дауам етеміз жазып. Алдыңғы видеоблогта веб-сайты қалай локал серверімізде іске қосуға болатұғын көрсеткен едім. Visual Studio Code'тағы мына жердегі субприложение болған live серверді осы жерде жүклеп алсақ болады. Біздер әлі қашан жүклеп қойыппыз. Мінекей, әлі қашан жүклеп қойғамыздан кейін. Яғни Visual Studio программамыздың төмендегі оң тарапында мынадай жазу болады. Мынадай жазу пайда болады, Go Live деген. Яғни біздер өзіміздің local серверімізді іске қосатын боламыз. Сол жазудың үстіне клик қылсақ, қазір біздер үстінде істеп отырған проект іске қосылады. Яғни осы проект, осы кішкентай веб-сайт өздеріміздің компьютеріміздің ішіндегі local серверге шығады. Осы жазудың үстінен клик қылып басып көреміз. Starting, окей. Көріп тұрғаныңыздай, біздердің веб-сайтымыз қазір local серверімізде шығып тұр. Біздердің local серверіміздің адресі index.html-ді оқып тұрды қазір. Бірақ браузерде ешнәрсе жоқ. Неге? Себебі елі біздер ешнәрсе қоспадық. Яғни кодымызға елі ешнәрсе жазбадық. Демек, не қылсақ болады? H1 деген тегті үйренген едік, есіңізде болса. H1, яғни бұл документке сондай тақырып жазатұғын тег. H1 деген тегпенен менің калькуляторым деп жазып көрейік. Жазған кодымызды сохранить етіп, іске қосылып тұрған веб-сайтымызды көрсек, тексеріп көруге болады. Демек, менің калькуляторым. Сохранить етіппен, Ctrl-S пенен, қайтадан көрсек, мінекей, пайда болды. Жазған кодымызды сохранить еттік, сақладық, һәм оны біздердің қазір іске қосылып тұрған веб-сайтымызда тікелей пайда болған, жазудың пайда болғанын көрдік. Енді
Калькуляторымызға басқа не керек? Калькуляторда не бар өзі? Ам, Калькуляторды бір көріп алайық, қанекей не бар екенін. Ясанге көріп тұрсаңыз, калькуляторда санлар бар. 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, кейіннен қосу, алу, көбейту, бөлу. Өшірет ұғыны бар. Мәселен, 12 қосылған 12. 2 тең 24, 48. 2 деп жазсақ, оны өшіруге болады. Тең белгісі бар, қосу, алу, кейін дисплей белгісі бар. Окей. Демек, калькуляторымызға саналарымызды қосып басылайық. Қайсы тегпенен қоссақ дұрыс болады деп ойлайсыз мына саналарды? H1 деген тегпенен ба, яки өткен сабағымызда үйренген P тегпенен ба, яки div тегпенен ба, қайсысы менен? Бірінші, калькулятордағы осы сұрауға жауап берместен алдын калькулятордағы саналар менен не қылатығымызды ойлап көрейік. Біздер саналарды басамыз. Көріп тұрсаңыз, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 7. Басқан саналарымыз компьютердің, яғни калькуляторымыздың экранында пайда болады. Демек, көпшілік жағдайда интерактив HTML элементлер болатын болса, button деген HTML тегтен пайдаланамыз. Яғни button бұл түйме деген, түйме. Like түймесін басың деп айтып кетеді ғой. Осы like дегеннің үстіне бассаңыз, яғни сіз жақсы көретін видеоға бір like қосқан боласыз. Демек, осы button бұл интерактив элемент HTML-ді. Интерактив деген сөздің мәнісін білесіз деп ойлаймын. Калькулятордағы саналар кнопкалар болады, яғни түймелер болады. Олар интерактив кнопкалар. Бассақ, экранға шығады. Бір нәрселер болады, реакция береді. Демек, соның үшін біздер әзір button дегеннен пайдаланамыз. Бірақ сол button деген элементлерді div деген элементтің ішіне жайлап бір топа жаратамыз. Көп сөзді қойып, демек код жазып басылайық. Мына комментімізді өшірсек та болады. Div тек ішінде buttons деген топа жаратамыз. Қазір менімен бірге код жазсаңыз болады. Окей, басладық. Button, бірінші button. 7. Сегіз. Button, 9. Не үшін 7, 8, 9-дан басып жатырмын? Себебі калькуляторымызда ең бірінші 7, 8, 9 саны келеді, кейін 4, 5, 6, 7, 8, 9, кейін 4, 5, 6 саналар келеді. Соның үшін бірінші 7, 8, 9-ды қалашақпын. Мұнан кейін сіздерге көбейту, яғни алу қалегемше қойсақ болады бұны. Бірінші саналарды жазып алайық. Қазір мен қайтадан жазып отырудың орнына copy paste қыламын. 7, 8, 9, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Және бір сан қалып кетті. Ол 0. 0. Окей. Көріп тұрғаныңыздай біздер әзір саналарымызды button деген кластың ішінде div тегпенен бірге жайлап алдық, жинап алдық. 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 0. Енді сохранить етіп, экранда қалай пайда болғанын көрейік. Міне көріп тұрғаныңыздай саналар түйме, саналары бар түймелер пайда болды, бірақ бұл әзірше калькуляторға ұқсамайды. Мұның үшін біздер стайл беруіміз керек, CSS жәрдемінде, бірақ мен айтып өткен едім, мен бұл осы видеоблог қолданбада, оқулық қолданбада мен CSS стайлы қалай қосу болатығын хақында айтып өте алмаймын, себебі уақыт көп кетіп қалуы мүмкін. Және мен өзім CSS хақында жақсы біле бермеймін. Соның үшін мен CSS кодты бөлек сол блок дем берместегі блоктың ішінде қосып кеттім. Сол жерден өздеріңіз көшіріп кодыңызға жайғастырсаңыз болады. Қазір бұның үшін біздерге CSS кнопкаларымызға, яғни
Калькулятор түймелерімізге стиль CSS безеу қосу үшін біздер класс деген қасиетті қосамыз. Button класс attribute делінеді инглишесіне. Мына класс button қасиетін төмендегі button түймелерінің ішіне бірме-бір жайғастырып шығуымыз керек. Бірақ базада программист үшін копировать вставить қыла беруде үлкен жұмыс болып көрінуі мүмкін. Соның үшін біздерге Visual Studio Code'тың ішінде Alt клавиатураңызда Alt түймесін басып, кейін мышкаңызбенен бірме-бір түймелерді белгілеп шықсаңыз, осындай етіп, бір уақыттың өзінде бірнеше код қатарларын өзгерту имканияты болады. Мәселен, қазір енді клавиатураңызда пробелді басып, класс button деп жазсаңыз, кейін escape түймесін басып, бір уақыттың өзінде бірнеше қатарларға бірдей код жазу үшін бірдей код жазу имканиятын береді. Бұл клавиатураңызда Alt түймесі, кейін соны басып тұрып, мышкаңызбенен қай жерге жазу керек екенін андай етіп белгілеп аласыз. Осындай етіп бірге жазуға болады. Демек, біздер белгілеп алдық. Енді калькуляторымызға CSS безеу керек. Себебі CSS безеу болмаса, калькуляторға ұқсамайды. Демек, мен осы видеоның төменінде түсіндірме бөліміне демермес блоктың линкін қосып едім. Сол блоктың ішінде CSS код бар. Сол кодтың барлығын көшіріп, мына жердегі style CSS дегеннің ішіне жайғастырсаңыз, яғни Ctrl-C, Ctrl-V қылсаңыз, кейін сохранить етсеңіз, сохранить етіп қайтадан local серверіңізде қосылып тұрған кодты көрсеңіз, мінекей аз-маз болса да калькуляторға ұқсаған калькуляторыңыз пайда болады. Демек, бұл қазір CSS жәрдемінде безеу берілген, яғни калькулятор. Бірақ көріп тұрғаныңызда бұл жерге қосу, алу, көбейту, бөлу белгілері керек, және дисплей керек, және тең белгісі керек. Бірақ қазірше осы, бұл тек саналар бөлігі. Енді давам етеміз кодымызды жазып. Енді сол қосқан CSS безеуді және браузерімізді тексеріп көрсек, мынандай сұлу ықшам кішкене калькулятор сызылып тұрған болады. Бірақ бұл барлығы емес, бұл тек саналар бөлігі. Калькулятордың тикарғы функциясы бар, бұл қосу, алу, көбейту, бөлу. Бұл қазір көріп тұрған калькуляторыңызда тек саналар бар және түймелер бар, бірақ ешнәрсе қылып алмаймыз. Бұл функциясы жаратылмаған. Демек, JavaScript жәрдемінде код жазып бастаймыз енді. Давам етеміз код жазуда. Ендегі HTML-ымызға келсек, біздер кодымызға қосу, алу, көбейту, бөлу, тең белгілерін қоспадық. Қазір соны бірге жазып көрсек, бірінші келін қосу белгісін жазайық. Button, қайтадан button, класс button қасиеті, демек плюс белгісі, кейін қазір мен Ctrl-C, Ctrl-V клавишаларынан пайдаланып жатырмын. Демек, біздердің нөлдің астында нөлдің астына C, бұл яғни өшіру бөлгісі, cancel. Cancel деген инглишше сөздің бас харбы, кейін бөлу, бөлуді олай асап, тең белгісі, демек тең белгісі. Қайтадан бір сохранить етіп, қалай пайда? Окей. Қазірше 7-8-9 плюс-плюс. Бірақ емес плюс-плюс, демек қазір белгілерді өзгертіп шықсақ, алу белгісі, кейін қосу белгісі. Көбейту белгісі. Демек, сан, қосу белгісі, сан, алу белгісі, санлар, көбейту белгісі, 0, бөлу белгісі, тең һәм өшіру белгісі. Демек, клавиатурамызды қайтадан бір көрсек. Окей. Ең тикарғы бөлімі санлар һәм арифметикалық белгілер. Тең белгісі, өшіру белгісі, 0, бөлу белгісі, көбейту, алу һәм қосу. Һәм
калькуляторыңыздың аты. Менің калькуляторым деген қалеген ат қойсаңыз болады бұл жерге. Енді, енді айтып өткен едім, біздер осы калькуляторымыздың функцияларын жаратуымыз керек деп, соны жазып бастасақ. Калькуляторды яки түймесі бар қандай да бір құрылманы, аспапты көрсеңіз, бірінші не қыласыз? Табиғи рәвіште түймелерін теріп көресіз, басып көресіз. Адамның табиғаты сондай, қызығушы. Демек біздер де түймелерді теріп саналарымызды басып көрсек, экранда сол сан шығу керек. 8, 7, 1. Мына калькуляторда көрінеді. Бірақ өздеріміздің жаратқан HTML калькуляторымызда еле басқан саналарымыз, терген саналарымыз көрінбей жатыр. Біздер экранда мышкамызбенен басқан, терген харекетті мына калькулятор естіп білу керек. HTML, біздердің мына HTML документіміз, біздердің харекетімізді есту керек. Бірақ HTML документі өзі ести алмайды. Осындай уақытта JavaScript жәрдемге келеді. Демек, әрбір түйменің үстіне басылған харекетті JavaScript жәрдемінде естіп, пайдаланушы қайсы санды басқанын анықтап алуымыз мүмкін. Сонда JS пенен документті, яғни JavaScript пенен документті қалай байланыстырамыз? Біздер мына HTML документімізге JavaScriptті қосуымыз керек. HTML элементтердің ішіне жазып кеткен класс деп аталатын қасиет жәрдемінде JavaScriptті қоса аламыз. Көріп тұрған болсаңыз, біздер бағана style CSS-імізді link деген тегтің ішіне қосып, осы HTML style CSS деген CSS безеуді оқып келуін осылай көрсеткен еді. Енді тап осындай етіп, біздерде енді JavaScript, яғни script документ ішіндегі кодты оқып келуін айтамыз. Демек, бастасақ. Дәстеп осы HTML документімізді жаратқан уақытымызда style CSS-імізді байланыстырдық HTML документімізге, кейін body деген тегтің ішіне script тег арқылы JavaScript файлымызды да, кодымызды да мындай байланыстырып алдық. Енді көбінесе біздер осы script.js тегтің ішінде код жазамыз. Осы script тегпенен HTML документтерімізді белгілеп, HTML тег элементтерімізді белгілеп аламыз. HTML элементтердің ішіне жазып кеткен класс деп аталатын қасиет жәрдемінде біздер осы HTML элементтерімізді белгілейміз. Енді бұны кодпенен көрсеткен пайдалырақ, көбірек түсініклі. Демек, бірінші біздер түймелер топарын JavaScript документімізге алып келейік. Қайсы түймелер? Осы түймелер топарын. Демек, қалай алып келеміз? Оның үшін buttons деген айнушы жаратамыз. Документ бұл HTML документті объект сипатындағы түрі. Қазір мен код жазып бастаймын. Мына документ бұл HTML документіміз. Осы HTML документтің button деп жазған қасиетлерін, класс қасиетлерін осылайынша белгілеп біздер айнушымызға бекітеміз. Соның үшін біздерге query selector керек, яғни хаммесін аламыз. Бұл дегені button btm сақтан етіп алайық. Бұл дегені біздер HTML документіміздегі барлық button деген классларды осы buttons деген айнушының ішіне шақырып алдық, сайлап алдық. Кейін, қазір мен бір нәрсе қыламын. Buttons. Бұл JavaScript код, яғни әр бір button үшін функция жаратамыз. Бұл функция әр бір buttonға осы естетұғын, яғни біздер button кнопкамызды, түймемізді терсек, сол харекетті естеді. Сол харекетті естіп, кейін, мәселен, клик харекеті болса, сол харекетке тиісілі бір функцияны басылайды. Демек, қазір add event listener деген қосамыз. Бұл да функция, бұл да JavaScript тарапынан ұнам етілетін функция, яғни клик. Бірінші әзір мен кодты жазып алайын. Демек, не қылсақ болады? Console қылауы қазірше. Яғни, түймені бастыңыз деген. Түймені көрдіңіз. Сақайын етеміз.